қорытынды аттестаттауға дайындық эссе туралы мен сіздерге қысқаша мәлімет беріп кетейін балалар. Енді 11 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттау дегеніміз не? Білім алушылардың жалпы орта білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім болып табылады. Қорытынды аттестаттау. Енді эссе бұрынғы уақыттарда біз оқушылар шығарма жазатын. Ал эссе жазу қай жылы енгізілді? Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 2016 жылғы 16 қарашасындағы номері 660 бұйрығына сәйкес қорытынды аттестаттауға өзгерістер енгізіліп, 11 сынып оқушылары қазақ тілі мен әдебиеті мемлекеттік емтиханында эссе жазу міндетті болып саналды. Енді жазбаша эссе, оған қанша уақыт беріледі? Эссеге жалпы 3 сағат беріледі. Эссе жазу үшін ұсынылған тақырыптардың біреуін таңдайды оқушы. Эссе көлемі 250-300 сөзді тууы қажет. Эсседе оқушы тақырыпқа сай көтерілген мәселе бойынша дәлелдер мен дәйектер келтіріп, өз пікірін, негізгі идеясын жүйелі түрде жеткізіп, ой түйіндей білуі қажет. Ал балалар, біз күнделікті сабақта эссе жазамыз. Эссе дегеніміз не? Кім айтады? Әлібе айта ғой. Эссе автордың өзіндік көзқарасын дәлелдейтін белгілі бір мәселеге өзіндік баға берілерлік шығармашылық жұмыс. Дұрыс. Жақсы. Эссе қалай жазылады? Кім айтады? Балауса. Эссе қалай жазылады? Эссе аргументтермен, дәлелдемелермен, ой пікірлермен дәлелделіп жазылады. Жақсы. Эссе мен шығарманың айырмашылығы қандай? Не дейді ойлайсыңдар? Кім айтады? Аяжан. Эссе мен шығарманың айырмашылығы. Егер автор шығармада өзінің ойын еркін жеткізбей, оны тұспалдап жеткізсе, ал эсседе оны керісінше өзінің жеке ойын білдіріп, оны дәлелдер арқылы дәлелдейді. Ал эссе шығармаға қарағанда еркін. Себебі ол көркемдік публицистикалық жанрға жақын және құрылымы әртүрлі болып келеді. Ал шығармада керісінше белгілі бір тақырыпта, белгілі бір құраммен жазылады. Эссе қандай бөлімдерден тұрады деп ойлайсыздар балалар? Эссе 3 бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Ал енді балалар, эссенің қандай түрлері бар деп ойлайсыңдар? Олжан. Эссенің қандай түрлері бар? Эссенің салыстырмалы, поэмдық, көркем әдеби түрлері болады. Түрлерін айтты. Енді сен жауабына қосымша айтып кетейін. Олжан, мектеп бітіруші түлектер ана тілі мен әдебиет пәндерінен қорытынды аттестаттау емтиханында әдеби эссе жазады екен. Әдеби эссе түрлерінің ішіндегі ең күрделісі болып табылады. Ол жазылу мақсатына қарай әдеби талдау эссе, әдеби сыни эссе, әдеби синтез эссе, әдеби дәлелдеме эссе, әдеби салыстырмалы эссе, әдеби шығармашылық эссе болып бөлінеді. Енді эссенің осы түрлеріне жеке-жеке тоқталып кетейік. Ал кім оқиды? Ал әдеби талдау эссені туындыға талдай жасай отырып жазады. Ал әдеби сыни эссе Олжан. Әдеби сыни эсседе автор көзқарасын, автор бейнесіне, автор үлесіне сыни көзқарасын пікірін білдіріп жазады. Әдеби синтез эссе не жазады екен? Әдеби синтез эсседе бір тақырыпты бірнеше туындыдағы көрінісін талдай келе шешім шығарады. Шешіммен талдау жүргізе отырып, қорытындыға келеді. Келесі әдеби дәлелдеме эссе. Ал әдеби дәлелдеме эсседе өз ұстанымын көрсете отырып, аргументтер арқылы дәлелдеп жазады. Әдеби салыстырмалы эссе қалай жазылады? Әдеби салыстырмалы эсседе туындыны басқа туындымен және сол туындыдағы кейіпкерлерді оқиғаны салыстыра отырып талдап жазады. Ал ең соңғы түрі бұл әдеби шығармашылық эссе. Кім оқиды? Әдеби шығармашылық эсседе көркем туындыдағы оқиғаны өз шығармашылығымен оқиға тудырып және кейіпкер рөліне еніп немесе оқиға уақытына мекеніне түсіп, сезімін, ойын, жай-күйін баяндап, сипаттап суреттеп жазады. Эссенің түрлерімен таныс болыңдар. Енді эссенің жазылу жоспары қандай? Жаңа сендер эссенің бөлімдерді айтып қандай бөлімден тұрады? Кіріспе бөлім, негізгі, қорытынды бөлім. Енді кіріспе бөлім эссенің қанша пайызын алу керек? 30%. Ал негізгі бөлім 60%. Қорытынды бөлім 10%. Сонда негізгі бөлімінде біз көп нәрсенің барлығы, тақырып барлығы неде ашылады? Негізгі бөлім. Енді қарады, кіріспе бөлімде балалар не жазады деп ойлайсыңдар сендер? Айта қойшы. Аяжан
автор өзінің не тақырып таңдаған және не туралы айтатыны жайында жазады. Ал мысалы өздері эссе жазатын болсыңдар, қалай бастайын деп кіріспесін? Сол тақырыпқа анықталып береді. Сен сол тақырыпқа анықталып. Әлібек сен қалай бастап жазатын едің? Мен айтсам, мен кіріспеде өзім қай тақырыпта жазатынымды кіріспе бөлімінде айтып кетемін. Дұрыс айтасыңдар балалар. Сонда кіріспе бөлімімізде бір тақырыпты таңдау себебі және мәнін, логикалық және стилистикалық байланысқан бірқатар құрылымдардан тұрады екен. Яғни бұл тақырыпты таңдау себептерін ашып жазады екенсіздер кіріспеде. Ал ары қарай негізгі бөлімде не жазылады эсседе? Аргументтер, ойды ашып жазасың, сосын дәлелдермен келтіріп жазасың. Одан кейін өзіндік пікіріңді дәлелдейсің, өзіндік пікіріңді білдіресіңдер, балалар. Яғни қараңдар, таңдаған мәселе жөнінде негізгі сұрақтарды қарау, теориялық және практикалық негіздерін қамтиды. Осы бөлімде дәлелдер мен талдаудың дамуын болжайды. Сонымен қатар бұл сұрақ бойынша бар мәліметтерге қарағанда басқа дәлелдер мен ұстанымдардың негіздеу қажет еді. Эссенің негізгі мазмұнының бәрі неде жазылады? Осы негізгі бөлімде жазылады. Ал енді қорытынды бөлімде не жазылады, балалар? Эсседе не түсіндік, оны қалай жеткізіп, соны қорытынды бөлімде. Жақсы. Мысалы, қорытынды бөлімде сендер балалар қандай сөз тіркестерін қолданасыңдар? Қандай тұрақты тіркестерді? Мен ойымды. Дұрыс айта қойып Аяжан. Мен қорытынды бөлімінде мен ойымды түйінге келе деген сөз тіркесін қолданар едім. Топта түйіні, одан кейін Мен қорытындымда Жүсіп Баласағұнның бір сөзбен шеш, мен сөздің түйінін деген сөзін қолданамын. жалпы қорытынды түйін бәрі неде айтылады? Қорытынды бөлімде айтылады екен. Ал ары қарай енді эссе жазудың қадамдары бар, балалар. Ол 9 қадамнан тұрады. Енді бірінші қадам бұл контекстті анықтаңыз дейді. Ол үшін біз не істейміз? Егер сізге эссе берілді, онда кейбір өлшеуіштер анықталды. Бұл эссенің көлемі бірінші парағының үлгісі болып табылады. Қандай талаптар қойылса да оларды сақтау керек. Ең бастысы эссенің негізгі ойын сақтап жазу керек. Енді екінші қадам бұл тақырыпты таңдаңыз. Мысалға сіздерге мемлекеттік қорытынды аттестаттау емтиханында 5 тақырып береді. Сол өзіне жақын, өзін білетін нені таңдаймыз? Бір тақырыпты таңдаймыз. Енді сол тақырыпқа байланысты сендер нені жазасыңдар? Негізгі тезисті анықтап аласыңдар. Бұл тезистерін, яғни сөздерін тым күрделі болмау керек. Қажет болған кезде ойыңызды жалғастыруға болады. Бұл тезис дегеніміз, бұл эссеңізде бір нәрсені дәлелдеуге немесе түсіндіруге тырысқаныңыз. Мысалы, менің отаным гүлденген Қазақстан дегенде тезистің көлемі бір сөйлемнен артық болмасын. Эсседегі сіз айтатын ойды сыйғызу қажет дейді. Енді үшінші қадам ақпаратты жинаңыз. Тезисті алғаннан кейін тезисті немен дәлелдеу керек? Дәлелдемелермен толықтыру керек. Ол үшін сізге не керек? Ақпарат қажет, дұрыс. Жақсы эссе жазу үшін өзінің тезисі, яғни дәлелдері табу алу керек. Төртінші қадам бұл эссені жоспарлаңыз дейді. Қалай жоспарлаймыз? Не жазатынша? Иә, дұрыс айтасың. Не жазатынымыз? Мысалы, мен кіріспеде мынаны жазамын. Негізгі бөлімде мен мына мәліметтерді келтіремін. Мынадан соң мынаны жазамын деген сияқты өзінің жоспарлайсың. Ойларды жинақтайсыңдар. Ал ары қарай 5-ші қадам алдымен негізгі бөлімді жазыңыз дейді. Мәтін тезисін бекітуге көмектесетін басты 3 ой анықтаңыз. Әрбір көзқарас, мысал және дәлелдермен бекітілуі тиіс дейді. Қысқаша эсседе әрбір абзац бір ойдың мән-жайын баяндайды дейді. Көлемді эсседе көзқарасты негіздеу үшін 1 бет қажет болады дейді. 6-ші қадам бұл қорытынды жазыңыз. Яғни негізгі бөлімді біз жазып кеттік, бәрі дәлелдеме, өзіміз аргументтеріміз бәрі келтік, тест жаздық, енді қорытынды жазу керек. Қорытынды және өздері айтқан 90 сөздің тобықтай түйіні, бір сөзбен шеш түмен сөздің түйіні, ойымды қорытындылай келе, сөзімді қорытындылай келе деген сияқты сөз тіркестермен бастап не жазамыз? Қорытынды жазамыз. Ал 7-ші қадам бұл кіріспені жазыңыз дейді. Яғни, біз жаңа айттық қой,
кіріспе негізгі. Сода 7-ші қадамға біз кіріспені қойыпты. 8-ші қадам жазғаныңызды оқыңыз дейді. Яғни біз не жаздық? Соны бір оқып тексеріп шығу керек. 9-ші қадам қателерді түзеңіз. Яғни біз бұл кезде біз қандай орфографиялық, пунктуациялық немесе стилистикалық қателер жібердік, соны бір қарап түзетіп шығуымыз керек. Ары қарай, енді балалар сіздер эссе жазу барысында төмендегідей қателіктерге жол бермеу керек. Бірінші, проблеманың ашылмауы. Проблеманың ашылмауы деген ол сендердің тақырыптарының ашылмауы болып табылады. Екінші, автордың жеке позициясының көрінбеуі. Яғни бұнда сендер өз позицияларыңды көрсете білулеріңіз, мысалы, мен ойымша, мен саралауымша, мен ойлаймын деген сияқты өз ойларымен жинақтап жаза білулер керек. Үшінші, теоретикалық негіздеменің жоқтығы. Яғни теориялық білімнің немесе нақты мәліметтердің жоқтығы. Сол айтылып кетуі. Одан кейін терминдерді орынсыз, сауатсыз қолдану. Эссе жазып мекендеп, мынандай терминдерді қолдана беру, көп қолдана бермеу керек. Одан кейін қарапайым мысалдарды көп қолдану. Қарапайым мысалдардан гөрі біз нақты мысалдар, нақты ақын жазушылардың пікірлерін, нақыл сөздерін келтірулерін керекпіз. Одан кейін ауызекі сөздер, диалект, сленг, жаргон сөздер қолдану. Яғни эсседе ауызекі, сирек, көбінесе қолданатын сөздерді қолданбау керек. Жаргон, диалект сөздерді қолданбау керекпіз. Жетінші, көтерілген мысалдардың автор позициясына қайшы келуі. Яғни эсседе жазған мысал келтірдік қой, дәлелдеме, өзінің ойымен жаздық, дәлелдеме келтірдік, бірақ дәлелдеме мен эссенің екеуі бір-біріне қарама-қарсы келмеу керек. Екеуі бір шектен бір жаға бір ойдан шығу керек. Одан кейін соңғысы қорытындылау, түйінді ойдың жоқтығы, логикалық байланысың болмауы. Яғни жазған эсселердің балалар сендермен бір-бірімен қалай жату керек? Логикалық байланыс болу керек, бір-бірімен қабысып кету керек. Ал осы бүгінгі сабағымызға байланысты кімден қандай сұрақтарың бар, балалар? Жалпы түсіндіңдер ме? Эссе дегеніміз не? Эссеге қандай талаптар қойылады? Мемлекеттік қорытынды аттестаттауда қандай эссе жазамыз? Эссенің қадамдары, эссенің түрлері, эссе жазуда жол бермейтін қателіктер, осы бойынша бәрін түсіндік деп ойлаймыз. Рахмет, қатысқандардан сау болыңыздар.